أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي мына дұғаны бірге айтыңыздар. Робби яссир ва ла туассир, Робби таммим бил хайр. Робби яссир, Раббым жеңілдет, ва ла туассир, қиындатпа, Робби таммим бил хайр, Раббым осыны бастап жатқан іс қандай болмасын. Қазір Тухфа кітабын бастап жатырмыз. Мысалы, осы кітапты хайырмен бітіруімізді нәсіп ет. وبه يا فتاح وبك نستعين يا فتاح. және де сенен жәрдем сұраймыз, ей ашушы. Яғни біздің осы ілімді оқыған кезде, ілімді бізге ашатын Аллах тағала, осы кітапты оқыған кезде. Так, жалпы дәріс айтқанымыздай осындай онлайн түрде өтеді. Онлайн дегенде дайын видео сабақтарды жіберу арқылы осындай дайын видео сабақтар жіберіп отырамыз. Соларды өздеріңіз қарап отырасыздар иншаллаху тағала. Себебі онлайн бірден Zoom сияқты желілермен өтетін болсақ, программалармен өтетін болсақ, онда кейбір адам біреу дәріске қатыса алады, біреу дәріске қатыса алмайды деген сияқты қиындықтар болады. Одан бөлек бұл дәріс, түсірілген дәріс кейінгі шәкірттерге де сақталып қалатын болады. Және де тыңдап отырған адам кез келген уақытта тоқтатып, өзі жазатын жазып алып, ары қарай жалғастырса болады. Әркім өзінің жағдайына қарай, біреу дәл солаймен тыңдауы мүмкін, біреу 1.5, біреу 2, біреу кейбір жерлердің 0.5 деген сияқты жылдамдықтармен тыңдауы мүмкін. Жылдамдатып, жайлатып, өздеріңіздің темптарыңызға қарай ыңғайлап аласыздар иншаллаху тағала. Аллах тағала ең бірінші айтарымыз, баршамызға пайдалы хайырлы ілім нәсіп етсін. Және де осы кітаптың Ибн Аджуррумге мәтіннің жазушысы және шархтың жазушысы Мұхаммад Мухиддин Абдул Хамидке ең бірінші Фатиха Ықылас сүресін оқып сауабын бағыштайық иншалла. Және де кейбір ғалымдардың жаңағыдай мынадай мәселесі болған, тәжірибе дейміз ғой, тәжірибеде мынадай нәрселер бекіген. Кімде-кім осындай бір кітап оқиын деп жатқан кезде сол адамның атына садақа беретін болса, Алланың қалауымен, соның берекетімен сол кітапты жақсырақ түсінуіне себеп болуы мүмкін дейді. Сондықтан бұл өздеріңізге қалған мәселе жалпы. Енді қазір тоқтатып қойып, Ықылас Фатиха бағыштап алыңыздар, сосын дәрісті жалғастырамыз. Мен де тоқтатып қойып жалғастыратын боламын. Аллах тағала қабыл етсін. Ал бастайық. Бисмилля. Ең бірінші мәтінін жазған кім? Мәтінді жазған Ибн Аджуррум деген атпен танымал Мұхаммад ибн Дауд Ас-Санхаджи, Абу Абдиллах ан-Нахуи әл-Машхур би Ибн Аджуррум дейді. Жалпы Санхаджи, Синхаджи, Сунхаджи деген сияқты нелермен де барлығымен аталады. Бұл Мағрибтегі сол бір өлке, бір елді мекен. Соған байланысты аталған. Жалпы бұл кісі негізінен куфалық мазхабқа телінеді. Оны біз осы Ибн Аджуррумия мәтінін оқыған кезде көре аламыз. Ол жерде не дейді? Бізде мәжрур дейтін жерде, жар мәжрур дейтін жерде ол хофт дейді. Хофт ол куфалықтардың қолданған тәсілі болып табылады. Нахудағы екі мазхаб бар, білесіздер, куфалық және де басралық. Ибн Аджуррум сол куфалық мазхабқа телінген жалпы. Және де айта кететін мәселе, бұл кітап көбіне қабыл болған, көптеген жерлерде оқытылатын кітаптардың бірі. Тухфат сания шархы да, Ибн Аджуррум мәтінінде сондай Аджуррумия мәтіні жатталады көбіне, Тухфат сания соған шарх ретінде оқылады деген сияқты. Әлемде қазіргі уақытта көптеген медреселерде барлығында оқытылатын кітаптың бірі болып табылады. Бұның алдынан біз Мәбдәун наху өткен болатынбыз, және де одан кейін Ауамил кітаптарын өткен болатынбыз. Ауамил биркауия.
мабдау наху неге мен жалпы өзім системаны түсіндіре кетейін. Осындай мабдау наху сияқты қазақша кітаппен бастаймын мен жалпы. Себебі бірінші араб тілі әлі бекімеген шәкірттер болатын болса, олар арабша оқып аударумен бастарын ауыртпай, бірінші сол ережелерді жаттап алсын деген ниетпен. Ал араб тілін басқа жерден үйрене береді, такаллюм, мәбдәл деген сияқты, иә. Екінші мен не өтемін? Ауамил Биркауи кітабын өтемін. Ауамил Биркауи кітабы адамға бар жоғы өзі бір осы Ибн Ажурмия мәтіні сияқты қысқа ғой, 10-12-13 бет. Сол ненің ішінде әрбір нахудың бүкіл системасын қысқартып, адамға керемет етіп жаттауға ыңғайлетіп береді да. Ол дәрісті де сіздерге сыйлық ретінде, бонус ретінде берген болатынбыз. Қарасаңыздар болады, жалпы ол жерден де көптеген пайда табасыздар. Жаттау тәсілдері деген сияқты барлығын айтып өткен болатынмын. Соны жаттап алған адамға бұл нәрсе жалпы нахуда көптеген нәрсе ары қарай жеңіл болады. Ары қарай тек көбіне шарықтарын ғана оқитын болады сол жаттағандарының. Енді ол кітапты өткеннен кейін біз бірақ тек қана кітапты өтіп қана қоймадық. Кітапты не істеп шықтық? Еуроптап шықтық. Еуроптағанда тек негізгі нәрселерін ғана айтып, иә, мафиал, фаил, мубтада, хабар, жар мәжрүр, муталлиқ деген сияқты. Жаңағыдай марфу аламату рафиhi ад-даммату захира, немесе ниябатин анид дамма деген сияқты, уау әл-уау ниябатин анид дамма деген сияқты сондай нәрселерді айтып отпадық. Тек негізгі нәрселерін ғана айтып шыққан болатынбыз. Себебі ол нәрсе жалпы оңай, сондықтан негізгі нәрселерін қосымша жаңағыдай марфу бид-дамма деген сияқты нәрселер оңай, жалпы оларды адамның өзі етеді, және де ол көп уақыт алады олардың барлығын айтып отыратын болсақ. Сондықтан негізгі нәрсені білсе, адам сонымен мағына негізі жалпы сонымен шығады. Фиал, фаил, мубтада, хабар, жар мәжрүр деген сияқты нәрселерді көрсе, түсінсе сонымен шығады. Аударудағы да негізгі мәселелерді сіздерге айтып отырамыз, иншалла. Мысалы, мубтада мен хабарда бірінші мубтада, екінші хабар аударылады. Маусуф сифатта бірінші сифат, одан кейін барып маусуф аударылады деген сияқты ережелер бар, иә. Фиал, фаилде бірінші фаил, одан кейін мафулун бих, одан кейін мутааллиқтар, одан кейін барып фиал аударылады деген сияқты. Сондай жалпы ережелер бар аудармада. Бұл көп нете бермейді, бірақ негізі білуіміз керек болған нәрсені біздің осы фиал, фаилді және де нелерін біле айыра алуымыз. Мубтада, хабар, жар мәжрүр, мутааллиқ деген сияқты мағына шығарып үйрене алуымыз. Ал жалпы ғылыми тұрғыдан әрине имтихандарда, басқа да жерлерде марфу аламату рафиhi ад-даммату захира деген сияқты нәрселер керек болады. Оларда да осы Тухфат Сания кітабын өткен кезде біз әрбір мысалдарды еғроптап отыратын боламыз. Сол жерден үйренетін боламыз, иншаллаху та'ала. Енді бізде не туралы? Сахибул мәтін, яғни Ибн Ажурум туралы қысқаша мағлұмат алдық. Тағы да мағлұмат керек болатын болса, өздеріңіз кітаптарыңыздан оқып алсаңыздар болады. Және де бұл кітаптың ең жақсы өзім білетін баспасының суреті неде тұр? Авада тұр. Дару тахқиқил китаб баспасы. Дару тахқиқил китаб баспасы. Бұның ішінде себебі иғрабын барлығын берген, және де жақсы тахқиқ жасалған, түсіндірмелер берілген, өте керемет, көптеген ұстаздардың ұсынатын баспасы. Өзіме де жалпы қатты ұнады. Енді осы Ажурмия мәтініне шарх жазған адамға келетін болсақ, бұл шейх Мухаммад Мухиддин Абдул Хамид Ибрахим деген адам. Бұл ғалым, бұл кісі хиджри 1318 милади бойынша 1900 жылы дүниеге келген. Сөйтіп жаңағыдай жақсы ілім алып, кейін осы шарықты жазады. Сөйтіп Аллах тағала оның шарқында қабыл еткен. Қысқаша осындай мәліметтер, тағы да өздеріңіз қарасаңыздар болады, қаласаңыздар. Ал біз мұқаддимаға көше берейік, иә. Себебі қазір мұқаддиманың өзінде біраз айтатын мәселе бар. Ал бисмилля. Мұқаддимату шарих. Мынау бізде мұқаддимату шарих, шарх жасаушының кіріспесі, яғни мұқаддима дегеніміз, иә. Енді бұл жерде қараңыздар, немен бастады? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастады. Осы жерде бисмилляның еғрабына кіретін болсақ, біраз жалпы бисмилляның өзіне кірейік, иә. Бисмилляның біраз әңгіме айтып өтейік, бастауыш деңгейге сай етіп.
жалпы ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келеді, күллу әмрин зи балин ла юбда фихи бисмиллахи фахуа абтар дейді. Күллу әмрин зи балин лам юбда фихи бисмиллахи фахуа абтар. Бисмилласыз басталған істердің барлығы, маңызды істердің барлығы ол абтар дейді. Яғни ешқандай жеңіс, жетістік пайда бермейді деген сияқты мағыналарды білдіреді. Бұл туралы ауамелде ашықтады, сол жерден тағы бір қарай өтсеңіздер болады. Жалпы ғалымдар айтады, егер басмәлә, хәмдәлә, салауат жоқ болатын болса кітапта, онда ол кітап діни тұрғыдан маңызсыз деген сөз дейді. Ол кітап діни тұрғыдан маңызсыз дейді. Және де бұл бисмиллахын жазу арқылы осы кітапты жазған муалиф біздің Аллах тағаланың қасиетті Құранда айтқан, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, иқра бисми раббикаллази халақа, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы деген әмірге, осы аятқа амал етуімізге себепші болып жатыр. Өзі де амал етіп жатыр, және де біздің де амал етуімізге себепші болып жатыр. Енді қарайтын болсақ, жалпы бізде жүмлә араб тілінде неден тұрады? Мукауанун минал аркан вал фадолат. Жалпы аркан және де фадолаттан тұрады. Аркан деген мустат илейх. Мустат илейх дегенне мубтада хабар және фиал фаил. Ал фадолат дегенне, фадолат дегендеріміз осыдан басқалар, яғни мафулун би, жар, маджрур, мутааллиқ деген сияқты барлығы осы фиал фаил мубтада хабардан басқасы фадолатқа кіреді. Аркан дегеніміз не? Бұл негізі, тірегі, жүмләнің негізгі. Егер аркан болатын болса, жүмлә уже толық түсінікті болады. Фиал фаил немесе мубтада хабар болатын болса. Ал яғни саған бір жеткілікті бір ойды жеткізе алады уже. Ал фадолаттар болса, бұл қосымша соларға келетін нәрселер болып табылады. Жалпы мына бисмиллахир-рахманир-рахим деген жерде қарайтын болсақ, муснат илейх бұл жерден естіген хазф болған. Бұл жерде харф жармен басталып тұр. Негізі жүмле харф жармен басталмайды. Жалпы бұндай нәрсе көп болады ғой, бірақ асылы негізі қағида тұрғысынан айтып жатырмыз. Негізінен харф жармен басталмайды. Харф жар себебі ол не істейді? Харф жар өзінің кейінгі мәжрурмен всегда бір нәрсеге муталлиқ болады. Исключение жерлері бар, бірнеше жерлері ғана, оны бұдан кейінгі деңгейдегі кітаптарда өтесіздер, иншалла. Жаңағыдай бидің зәйд болып келетін жерлері бар, сондай биден кейінгі келген сөз фаил, най фаил болатын жерлері бар деген сияқты сондай мәселелер бар жалпы. Оның келесі нәрселерді өтесіздер, бірақ негізгі қағида не? Всегда муталлиқ болады, әрқашан муталлиқ болады. Сондықтан бұл жерде муталлиқ болатын бір нәрсесі керек. Енді сосын бұл жерде неге мустат илейх хазф болды деген сұрақ қоятын болсақ, мынадай шейх Ахмад Тиджани мынадай түсініктеме береді. Бұл сөз негізінен зикр дейді, зикр дейді. Ал бұл жердегі зикрдің, то есть мустат илейхтің, яғни арканның мубтада хабар дейсіз бе, фиал фаил дейсіз бе, екеуінде жасауға болады жалпы. Сол нәрселер ол зикр емес дейді негізінен. Зикр не? Бисмиллахир-рахманир-рахим осы. Сондықтан осы нәрсе бисмиллахир-рахманир-рахим ғана келді, қалғаны хазф болды дейді. Себебі ол зикрдің өзі емес, зикр осы дейді. Ал жалпы еуропына келетін болсақ, көптеген еуроптар шығарылады бұл жерден. Оған елде де бұның еуроптарына көптеген тоқталып өткен болатынбыз. Қазірде біраз тоқталып кішкене еуроптау деген нәрсенің дәмін татуға тырысайық, иншалла. Жалпы бине харф жар, исм мәжрур, жар мәжрур муталлиқ бір нәрсеге кетеді, оны сосын айтайық. Лафзат исмулла, исм мудоф, исмулла бізде не? Қазір исмулла бізде мудофун илейх болып табылады. Мудофун илейх болып табылады. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Егер де бұны Аллах тағаланың өзінің жеке бір есімі деп алатын болсақ, бұл не болады? Мына жердегі исмуллахтан
алла сөзінен, яғни алланың есімінен бәдәл болады. Ар-Рахман бәдәл, Аллах мубдәл мин. Бәдәл болған нәрсенің алдындағы нәрсе мубдәл мин деп аталады. Жазып алыңыздар. Ар-Рахим тоже лафзатул джалалаға бәдәл 2 болады. Екінші бәдәлі болып табылады бұл. Ал егерде бұны жеке есім емес, сифату мушаббаха ретінде алатын болсақ, Ар-Рахман сифату мушаббаха, ішінде хуа фаил бар, лафзатул джалалаға, исмуллахқа, Аллах сөзі не болады? Сипат болады. Аллах сөзі маусуф болады, Ар-Рахман сипат 1 болады, Ар-Рахим сипат 2 болады. Осындай еуроптар бар бұл жерде. Ал енді осының барлығы жар-мажрур мутааллиқ екеуі қайда болады? Бұл жерде бірнеше жалпы нәрсеге мутааллиқ қылуға болады. Мына жерде негізі бадан кейін әлиф бар, я? Неге түсіп қалған, неге әлиф жоқ деген сұрақтар қойылады кейде. Бұл ликафратил истиъмал дейді. Яғни көп қолданылғандықтан, көп жазылғандықтан осылай әлифті алып тастап жазып кеткен. Енді мутааллиқ қайда болады дейтін болсақ, ең абзал көзқарас деп айтсақ болады. Бұл фиал муаххарге. Яғни кешігіп келген фиал, әбдәу, әқрау деген сияқты, әшрау деген сияқты, афалу шуруъ деп аталады, яғни бастау фиалдеріне. Не жасайын деп жатсыз, немесе сол нәрсе. Мен бір қандай жұмыс жасайын деп жатсам, сол нәрсеге байланысты фиалды қолданам. Мына жерде әбдәу деп, немесе әшрау деп айтса да болады. Немесе автордың тарапынан қарайтын болсақ, ол кісі не істеп жатыр? Кітапты жазып бастап жатыр. Актубу, уәллифу деген сияқты, тәлиф дегеніміз не? Кітап жазу, тоже. Сондай сөздерді, фиалдарды қолдансақ болады. Бірақ фиал муаххар болып. Мысалы, әбдәу деп жазып қойын. Әбдәу. Енді неге бұл муаххар дейтін болсақ, ондай нәрсе бар бізде. Негізі бе харф жардың және де жар-мажрурдың жалпы орны қалай келеді? Фиалдан кейін келеді, Фиалдан кейін келеді. Бірақ бұл жерде алдында келіп тұр фиалдан. Жар-мажрур мутааллиқ, яғни фиалдан алдын келіп тұр. Бұл бізде мынадай ереже бар балағатта, мысалы, тақдиму ма хаққуху ат-таъхир юфидул хаср. Жазып алыңыздар, Тақдиму ма хаққуху ат-таъхир, кейін келуі керек, ақысы негізі кейін келуі керек болған нәрсенің алға келуі, яғни бисмилланың негізгі ақысы орны қажеде фиалдан кейін, соның бұрын келуі, фиалдан бұрын келуі, юфидул хаср, хасрды білдіреді дейді. Хаср дегеніміз не? Бұл шектеу, яғни тек қана Аллах тағаланың атымен бастаймын деген сөз. Тек қана Аллах тағаланың атымен бастаймын. Басқа ешкімнің атымен емес. Мысалы, нені қарайтын болсақ, ияка нәъбуду деген жер бар ғой, Фатихадағы күнде өзіміз оқып жүрген. Сол жерде аударғанда переводтарын қарасаңыз, саған ғана құлшылық жасаймын дегенде. Неге? Себебі нәъбуду кә болу керек та ол жерде. Саған құлшылық етемін деген мағынада. Бірақ кәні алдына шығарды, фиалдың алдына шығарды. Дамирді, яғни фиалдан кейін келу керек болған дамирді фиалдың алдына шығарды. Сол кезде не болды? Ияка нәъбуду. Ия деген қосылады, Ияху, ияха, ияка, ияки деген сияқты. Егер фиал дамирдің жағағында жалғыз алып қоятын болса, бұл мафулин бих, дамир фиалдан кейін келу керек болатын. Бірақ алдына келді. Сондықтан ол жерде қандай мағына береді? Ияка нәъбуду, саған ғана құлшылық қыламын. Хаср, яғни шектеу бар, Басқа ешкімге құлшылық қылмаймын деген сөз. Осындай араб тілінің жалпы сырлары бар, әдемі. Бұл жерде сол мәселе. Басқа да көзқарастар бар ма? Бар. Неше түрлі еуроптарды алып көруге болады. Бұл жерде жалпы, мысалы, ибтидаи каинун би бисмиллахир-рахманир-рахим. Ибтидаи деген мудоф илей. Ибтидаун мудоф, яй мутакаллим мудоф илей. Мубтада болады, Каинун деген хабар. Бисмиллах осы каинунге мутааллиқ болады. Немесе мына жерде де мысалы бисмиллахи
ар-рахман-ар-рахима деп фатхамен оқыса болады да. Фатхамен оқыса болады. Ол үшін мына жерге бірақ мынадай нәрсе алып келеміз. Амдаху деген фиал алып келеміз. Бисмиллахи амдаху ар-рахман-ар-рахима. Сол кезде бұлар махсуф фиал амдахуге ар-рахман-ар-рахим бірінші және де екінші мафулун бих болады. Немесе ар-рахман-ар-рахиму деп оқыса болады, иә, кәсірадан бөлек. Қараңыздар, ол да не істейміз? Бисмиллахи хуар-рахману хуар-рахиму деген жүмле шығады. Яғни бисмиллахи хуа деген жасыр мубтада, ар-рахману сол жасыр мубтада хабар, ар-рахиму тоже жасыр мубтада хабар деген сияқты мағыналар шығады. Ал егер жалпы иғрабты әлі бастамаған болсаңыз, ол айтып жатқандарымды түсінбей жатқан болсаңыз, онда проблема емес жалпы. Ал өмел дәрістерін қарап шығыңыз, сол кезде иншалла бұлар сізге түсінікті болады. Так, осындай жалпы бұл жерде мәселелер бар. Енді мұқаддимату шарихты бастайық. Мұқаддима жалпы негізі бұл жерде тә болған, түсіп қалған, иә, мутақаддима деген мағына, яғни то есть сөз сарфта бұның ережесі бар. Мұқаддимату шарих, шарих деген шарықтаушы адам, яғни Мұхаммад ибн Абдул-Хамид. Ол кісі былай деп бастайды: Алхамдулиллахи. Алхамдулиллахи бұл жерде Аллах тағалаға, барлық мақтаулар Аллах тағалаға лайық деген сөз. Алхамду мубтада ли харф жар, лафзатул джалала маджрур, жар маджрур муталиқ мухтассун деген сөзге. Мухтассун деген сөзге. Мухтассун дегені лайық, тиесілі, тән деген мағына. Яғни барлық мақтаулар Аллах тағала лайық. Тағы да бір мәселе бар. Мысалы осы жерде егерде дейді ләм осы лафзату, то есть зәтпен бір мағынаның ортасында келетін болса, яғни бір болмыс және де бір барлық, иә, және де бір ненің мағынауи нәрсенің, яғни ұсталынбайтын әлхамд сияқты мақтау, мысалы, иә, мақтау ұсталынбайды, сондай негізгі өзінің болмысы жоқ бір нәрсемен арасында келетін болса, онда бұл ләмді әдетте үшін деген сияқты мағыналармен аударамыз. Алхамдулиллахи. Одан кейін уакафа дейді. Уакафа, және ол жеткілікті дейді. Кафа фиал хуа фаил мустатир ішінде, иә, ол лафзатул джалалаға айтады, алдындағы Аллах тағалаға. Яғни Аллах тағала жеткілікті деген сөз. Мына аят бар ғой, мысалы уакафа биллахи шахида деген сияқты. Сол сияқты мына алдындағы хамдке қарай отырып уакафа биллахи махмуда десе болады да. Сол мағынаны мақсат етіп тұрған сияқты. Яғни мақтау ретінде бізге Аллах тағала жеткілікті, мақтаулы ретінде деген сияқты. Сондай мағынада шығарса болады. Және де келесі бізде вассаламуху аля ибадихиллазина истафа. Ибадихиллазина истафа. Және де оның сәлемі. Лафзатул джалалаға айтады дамир. Аллах тағаланың сәлемі, яғни. Бірақ бұл жерде сәлемі деп айтамыз, негізінде бұл сәлем тахия, кәдімгі сәлем мағынасында емес. Егер де Аллах тағаламен осындай сәлем сөзі бірге келетін болса, пайғамбарларға қолданылатын болса, онда бұл мынадай нәрсені білдіреді. Танзихул анбияи мимма ла ялиқу бихим минал уюби ван нақси деген сөз. Яғни пайғамбарларды оларға сай емес, лайық емес айыптардан, кемшіліктерден пәктеу деген мағынаны білдіреді бұл. Түсінікті. Бұл бірінші мәселе. Осы сәлем мәселесінде ақидада бар ғой, жалпы ақиданың дәрістерімізде бар, сол жерде өткен болатынбыз, естеріңізде болса. Мынадай мәселелер бар. Көптеген мысалы Аюб алейхиссаламның ба жаңағыдай денесі құрттады деген сияқты мәселелерді айтады ғой. Бірақ ол не? Исраилят олар. Исраилят дегеніміз ешқандай нақты сенімде тізбегі жоқ, хадис емес. Бұрынғы дін өкілдері христиандардан, яхудилерден
жеткен әңгімелер, былайша айтқанда. Сондай әңгімелерде келген нәрселер. Сондай Аллах пайғамбарларға лайық емес нәрселер бар. Пайғамбарлар не болу керек? Олар адамдарды өзі таблиғ жасағанда жеркендірмейтіндей деңгейде болу керек. Ал үстінен құрт түсіп жатыр, оны қайттан салып жібереді үстіне, денесіне деген сияқты сондай әңгімелер, бұлар адамды кәдімгідей жеркендіретін нәрселер, иә. Алдыңда пайғамбармын деп біреу құрттап келіп тұратын болса, оған қалай сенесің дегендей мәселе ғой. Сондықтан пайғамбарларды кемшіліктерден пәктеу болып табылады бұл. Енді тағы бір сұрақ келеді. Неге уассалату деп уассалатуху демеді немесе? Салауатты неге айтпады, тек қана неге сәлемді айтты? Бұл жерде мынадай мәселе бар. Әссәләм ястәлзиму әссалата деген. Яғни сәлем бұл саланы, салауатты міндет етеді. Бұл жерден біз түсінеміз уассалатуху ва сәләмуху аля ибадихи лазина астафа деген мағына. Салат бұл жерде жасырын тұр, оның мағынасы бар. Біз өзіміз айтып кетеміз. Сондықтан бұл жерде салауаттар мен сәлемдер аля ибадихи, құлдарына болсын дейді. Аллазина астафа, таңдалған. Астафа сияқты фиалдың алдынан, мысалы, жалпы фиалдың алдынан аллазина келетін болса, ғанген, қанкен, маусуле келетін болса, жалпы ғанген, қанкен деген сияқтылармен аударамыз, иә. Истафа таңдау, таңдалған құлдарына салауаттар мен сәлемдер болсын. Жалпы айбат деген сөздің түбірі не? Муфрады абид. Енді абидтің негізінде көптеген түрлері бар. Абид бар, абид бар деген сияқты. Абуд та бар, шатыспасам. 10 шақты түрін айтады жалпы ғалымдар кітаптарында. Ал айбат деген сөз әдетте негізінен неге қолданылады? Жақсы салихалы құлдарға қолданылады. Көбіне осылай. Ал абид деген көбіне жаман құлдарға қолданылады. Мысалы, Аллах Тағала Құранда айтады, иә. Былай деп. Инна ибади лайса алайка султан дейді. Расында менің құлдарыма, яғни салихалы құлдарыма сенің ешқандай билігің жоқ дейді. Өбіліске шайтанға айтып жатыр. Осы жерде просто құлдар емес, салихалы құлдар деп аудару мағына жағынан да дұрыс болады. Егер жаман құлдарға да ешқандай несі жоқ болатын болса, уәсуәсасына ешкім ермеу керек шайтанның. Сондықтан әлсіз жаман құлдар көбіне уәсуәсаға еріп қояды, ал жақсы салихалы құлдарға шайтанның несі жалпы оңайлықпен өте қоймайды. Уәсуәсасына оңайлықпен ере қоймайды. Осындай мәселелер бар. Уәкафа деп тұрған жалпы бұл жерде сосын айтпақшы, былай етіп тұрған сияқты, хасбуна ан нахмадаллаха та'ала, мысалы, иә. Бізге Аллах Тағаланы мақтау жеткілікті. Уәкафа биллахи махмуда деген соның барлығы бір мағынаны білдіреді жалпы. Сосын мынадай мәселе бар. Шейх Ахмад Тиджани мынадай нәрсені айтқан болатын бір. Сәләмуху дегенде жалпы тахия мағынасында қолданатын болса, Аллах Тағалаға ол нәрсе қолданылмайды дейді. Мысалы, аятта да айтты ғой дейді. Инналлаху ва малайкатаху юсаллуна алян наби. Расында Аллах Тағала және де оның періштелері юсаллун, салауат айтады. Кімге? Алян наби, пайғамбарға дейді. Саллу алейхи ва саллиму. Осы жерде қараңыздар. Юсаллуна ва юсаллимуна деп сәлемде айтады деген жоқ та. Не істеді? Тек қана юсаллуна деп өзінің періштелерімен бірге айтқан кезде юсаллуна сөзін қолдан. Одан кейін не дейді? Саллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Салауат айтыңдар және де сәлем айтыңдар дейді. Бірақ бұл жерде Аллах Тағала өзін қоспады, не істеді? Құлдарға бұйрық берді. Сендер салауат және де сәлем айтыңдар деп. Сондықтан Аллах Тағала өзіне иснат етпегендігі үшін, өзіне байланыстырмағандығы үшін сәлемді тахия мағынасында бізде жаңағыдай бұл жерде танзихул анбия деген мағынаны береді. Тіпті мына айбат деп айттық қой жаңа. Сол жерде мынадай дұғаларды айтады кейбір ғалымдар. Аллахумма ихфаз айбадак мин шарри абидик дейді. Қараңыздаршы. Аллахым ихфаз айбадак, өзіңнің салихалы құлдарыңды сақта. Мин шарри абидик, өзіңнің жаман құлдарыңның зиянынан, жамандығынан дейді. Осындай жалпы араб тілінің негізі әдеміліктері көп. Келесі жүмлені басайық.
Хәза бұл фаслул хитаб деп аталады. Негізі бұның оригиналы не? Әмма бәд. Бұл кейде бәд деп те келеді, кейде хәза деп келеді. Бұл нені білдіреді? Жаңа абзацтың басталғанын білдіреді. Жаңа сөйлемнің басталғанын білдіреді. Жаңа сөйлемнің басталғанын білдіреді. Жаңа абзацтың, жаңа ойдың, яғни сөйлем деген емес, абзац және де жаңа ойдың басталғанын білдіреді. Абзацты білеміз ғой, қазақ тіліндегі, кәдімгі әдебиеттегі сол абзацты білдіреді. Шархун вадихул ибарати. Бұл шарх дейді. Шарх деген не жалпы? Шарх дегеніміз бұл бір мәтінді тәусия, яғни үлкейтіп түсіндіру. Вадихул ибарати. Ибаралары, яғни сөйлемдері, сөздері, альфаз деген мағына, ибару дегеніміз, сөздері вадих, ашық дейді. Қараңыздар, не үшін айтып жатыр? Себебі шархтың сөздері ашық болу міндет емес. Міндет емес мүлдем. Кейбір сондай шархтар бар. Адам көптеген кітап оқып, үлкен жоғары деңгейге жетпейінше оны түсінбейді. Мысалы, сарфта шарх тафтазани Айзиге жазылған, оңайлықпен адам түсіне алмайды оны. Мысалы, балағат керек, мантық керек ол жерде. Нахуда мысалы көптеген кітаптар бар, соның бәрі Мулла Жами, мысалы, оған жазылған Родидің несі. Одан бөлек ақидада мысалы Тафтазани, Шархул Ақаид бар, Мауақиф бар. Тәпсірде де мысалы Ибн Ашурдың тәпсірі бар. Оны оқыған адамдар оңайлықпен түсіне алмайды. Ол жерде көп деген ілімді жинап барып оқитын кітаптар ол. Сондықтан бұл жерде бұл ондай кітап емес, бұл кәдімгідей ашық, оңай, жеңіл кітап деп айтып жатыр. Захирул ишарати дейді. Захирул ишара еткен нәрселерде ашық, анық болып тұр дейді. Захирул далала деген бар, захирул ишара деген бар. Захирул далала деген не? Ол далала жасап тұрған, яғни нұсқап тұрған нәрсесі тікелей сол нәрсе болады. Яғни оңай оны табу. Нұсқап тұрған нәрсесі ашық, анық көрініп тұрады барлығы. Ал ишара деген не? Ишара деген бір нәрсеге нұсқау. Бірақ қалай нұсқау? Ол жерде бүкіл нәрсе ашық, анық тұрмайды. Тек ишарат етіп кетеді, ары қарай өзің түсінуің керек деген сияқты. Бірақ бұл олай емес дейді. Ишарасының өзі ашық дейді бұл жерде. Захирул ишара. Ишарасының өзі ашық, сондай жеңіл деп жатыр да. Яғни шархты жеңілдетіп жазғандығын түсіндіріп жатыр. Яғни ау-самарати. Жемістері пісіп тұрған дейді. Жемісі пісіп тұрған деген не? Бұл киная анил фаида деп айтады. Мысалы, жемісі пісіп тұрса, сіз оны жеп пайда ала бересіз, яғни сол сияқты бұл кітапта сондай тек пайда ала беретіндей жеңіл, сондай уже дайын тұрған, жеміс дегені уже дайын тұрған деген мағынада. Дайын тұрған бір не дейді? Кітап дейді. Бұл ауыспалы мағынасы, яғни негізгі мағынасы пісіп тұрған жеміс. Данил қитоф мақтуф мағынасында, яғни дәни дегеніміз жақын, жұлынуы, жиналуы жақын болған дейді. Жеміс дейді. Яғни жұлынуы жақын болған жеміс деген не? Дап-дайын тұрып, просто алма-піс аузыма түс қой. Бұл бізде киная анис сухуля дейді. Яғни жеңілдігінен, кітаптың соншалықты жеңілдігінен киная, ауыспалы мағынамен айтып жатыр. Соны мақсат етіп нұсқап жатыр дейді. Кафирул әсилати уат тәмринат. Сұрақ жауаптары көп дейді. Біз бірақ сұрақ жауаптарға көп тоқталмайтын шығармыз. Негізгі мысалдарын ғана еғұраттап кетеміз. Одан кейін, Алла нәсіп етсе, осыдан кейін Ауамел Джурджияның кітабын еғұраттайтын боламыз. Сол кезде тағы практика жасайтын боламыз. Мен осылай жаңағыдай бір Мабдаун наху теория, мысалы Беркауи практика, Тухфат сәне теория, одан кейін Ажурумия практика, мысалы, одан кейін Хотрнада теория, одан кейін мысалы Құранның бір сүресі практика деген сияқты. Солай өтуді жақсы көремін жалпы. Сонда адам теория практикасымен бекітіп отыратын болса, жаңағыдай оқығандардың барлығы уже өзінің аударуына, оқуына, кітап соның барлығына тезірек көмектесетін болады иншалла. Қасатту бихи зульфа илаллахи та'ала дейді. Осы кітаппен, яғни жазып отқан кітабы бар ғой, шарх бар ғой, сонымен
аллах тағалаға әззульфа, яғни тақарруб мағынасында, аллах тағалаға жақындауды мақсат еттім, соны қаст еттім дейді. битесири фахмил муқаддиматил әжурумияти, әжурумия мәтінінің түсінігін жеңілдету арқылы аллах тағалаға жақындауды мақсат еттім дейді. Мұқаддима дегеніміз мәтін мағынасында. Жалпы мынадай мәселе, мұқаддима деп әдетте мәтіндерді атаған. Неге? Себебі мұқаддима дегеніміз не ол? Кіріспе, негіз деген сөз, иә. Яғни бүкіл осы мәтін жалпы бүкіл нәрсенің негізгі әсәсін, негізін жинап тұрғандықтан осылай мұқаддима деп те атайды кейде. Кімдерге дейді? Аля сигори талабати, жас шәкірт, кішкентай жастағы жас шәкірттерге дейді. Негізінде бұл кішкентай кезде оқылатын шәкірттердің, арабтардың, мысалы Арабияда өмір сүретін арабтардың мысалы кішкентай кезінде оқитын нәрсесі. Біз бірақ араб тілін енді үлкейгесін үйреніп жатқасын, бұны үлкен жаста да оқи береміз. Лианнаха, себебі бұл дейді, осы шарықта айтып отыр, әл-баб иля тафахумил арабияти التي هي اللغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم дейді. Себебі бұл әл-баб деген бұл жерде жалғыз есік деген мағынаны білдіреді. Жалғыз есік. Неге? Себебі мына менікіндей баспа алатын болсаңыздар, астында көрсетіледі, бұл жерде мубалаға бар дейді, иә. Ешқандай жасырын емес, бұл жерде мубалаға бар дейді. Және де уля қала лианнаха мин абуаб ассалама мин залика. Бұл жерде, яғни тікелей мағынасынан алатын болсақ, бұл араб тілін үйренудегі есіктердің бірі деп алатын болса, бұл өзі дұрыс, тікелей мағынасы дұрыс болар еді. Ал бұл жерде мубалаға, яғни күшейтпелі түрде айтып тұрғандықтан жалғыз есік деп те айтса болады. Не нәрсеге жалғыз есік дейді? Иля тафахумил арабияти, араб тілін түсінуде жалғыз есік дейді. Тафахум жалпы не деген сөз? Тафа'аля талабул фахм деген сөз ғой. Әл-арабияти деген бұл жерде екі мағынасы бар. Бірінші араб тілі. Араб тілін түсінудегі деп айтса болады, немесе екіншісіне наху. Себебі арабия деп кейде наху ілімінде атайды. Сондықтан наху ілімін түсіну үшін деп те айтса болады бұл жерде. Екеуі де дұрыс. Аллати хия луғату сайидина ва маулана, біздің пайғамбарымыз мырзамыздың тілі болған араб тілін түсінуге, иә. Қараңыздар, сайидина ва маулана, мырзамыз деген сөз. Екеуі де. Уа бұл жерде харф тафсирия. Атф тафсирия. Яғни екі мағынасы бірдей сөз келетін болса, әдетте бірдей қолданылған сөз келетін болса, онда екеуінің арасында осылай атф пен атф тафсирия дегенді қояды. Яғни сайидинаны маулана ашықтап тұрады да, тафсир етіп тұрады. Сондықтан атф тафсирия деп атайды бұны. Екеуіне екеулік мағына іздеп жатуын қажет жоқ, яғни. Екеуі де бір мағына әдетте, немесе аударған кезде де біреуін ғана аударып кетсе болады. Уаля әлихи, және оның отбасына. Отбасы деген жерде жалпы көптеген нелер бар, иә. Шарықтар бар, то есть ихтилафтар бар. Біреулер тек қана пайғамбарымыздың отбасы дейді, біреулер әхлул байт дейді, біреулер жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қияметке ергендердің барлығы дейді. Кім пайғамбарымыздың артынан ерсе, соның барлығы дейді. Васахбихи, және сахбаларына уассалим. Және де салауаттар және де сәлемдер болсын дейді. Саллаллаху алейхи вассалам дегенге мына атф жасап отыр ғой. Валуғатул китаби әл-азиз, және де не дейді? Қасиетті кітаптың тілі дейді. Тілі болған араб тілін түсінуге жалғыз есік. Түсінудегі жалғыз есік дейді. Әрине басқа кітаптармен де оқыса болады, басқа кітаптарды ешкім жоққа шығармайды. Бұл жерде просто мубалаға ретінде қолданылған. Және де мен осы нәрсемен қалаймын дейді, иә, үміт етемін дейді. Нені? Бұл жерде қол жеткізу немесе лайық болу деген мағыналарды алсаңыздар болады. Ридоллахи, Аллах тағаланың разылығына. Аллах тағаланың разылығына қол жеткізуді үміттенемін дейді. Бихи деген бихадихи шарх, яғни бишарх немесе осы шарх арқылы, шархты жазу арқылы, яғни. Фахуа хайру ма асаа илайхи. Фахуа деген ридоллахи, Аллах тағаланың разылығы хайрун, ең хайырлысы.
ма ас'a илейхи, мен оған тырысқан нәрселердің дейді, ең хайырлысы дейді. Роббана алейка таваккална, Роббана алейка таваккална уа илейка анабна. Мына жерде негізі мынау аят ретінде жазады жалпы. Раббым алейка таваккална, саған ғана, қараңыздар, таваккална дегеннің алдына шығып кетті, я алейка деген. Бұл жерде хасыр бар, тұр. Саған ғана не істейміз, тәуекел етеміз дейді, басқа ешкімге тәуекел етпейміз дейді. Уа илейка анабна, саған ғана қайтамыз, басқа ешкімге қайтпаймыз дейді, я. То есть тәубе етеміз дейді. Анабна, тәубе етеміз. Уа илейкал масир, және де біздің қайтар жеріміз сенсің дейді, саған қайтамыз дейді. Роббана гфирли ва ливалидайя, Роббана гфирли, Рабб мені кешір, ва ливалидайя, және менің ата анамды, екеуіне кетеді, я. Ва лил муъминина, муъминдерді, ва лил муъминат, муъмин әйелдерді, ерлерді, яума яқумул хисаб, қиямет күні болатын күні бізді кешір дейді, яғни. Бұны жазған Мұхаммад Мухиддин Абдул Хамид, Мұхаммад Мухиддин Абдул Хамид рахимахуллаху тағала, шарықты жазған адам. Аллах тағала баршамызға пайдалы, хайырлы ілім нәсіп етсін. Енді мұқаддимада осылай жалпы біраз нәрсе айтылады әдетте. Ары қарай иншалла кітаптың желісінен шықпай, негізгі нәрселерді ғана түсіндіріп, көп созбай, артық мәселелерді қыстырмай айтып өтіп шығуға тырысатын боламыз. Және де тек қана кітаптың өзін түсіну емес, ұйғыраптап, мысалдарды ұйғыраптап отыратын боламыз. Және де аударуда, кітап аударуға пайдасы тиетін нәрселерді айтып отыратын боламыз. Аллах тағала баршамызға пайдалы, хайырлы ілім нәсіп етсін. Алхамдулиллахи роббил аламин.